Бәріңе сәлем, қалдарың қалай? Ал бүгін осы комодтың ішін реттеуге кірісті. Екі тартпадан киімдердің барлығын шығарып алдым. Бұлар тек қана қызымның киімдері. Уже кішкентай тар болып қалған киімдерді пакетке салып шығарып қойдым. Ал уже киюге жарамайтын, тозып кеткен киімдер де бар екен арасында, оларды өртеуге бөлек тастадым. Осылай барлығын реттеп, әсіресе нәскилері табылмай қалады. Керек кезде нәски табылмай қалады. Нәскилерін бәрін біріктіріп, сымдарын, бодиларын бір бөлек қойдым. Одан кейін ұлымның тартпасын, киімдерін ретте бастадым. Екінші ұлымның киімдерін барлығын шығарып жатсам, қызымның тісі шығып жатқанда жоғалып қалған камистат тауып алдым. Почти что жап-жаңа, но камистатпен біз көп қолданған жоқпыз. Осылай киімдерін бәрін реттеп болдым. Одан кейін осылай перделерді шешіп алдым. Жууға кір болып кетіпті. Одан соң үйді өтірік жинап қойдым. Құрып пылесостап шықтым қоқымдарды. Қызым осылай пылесостың үстіне басын қойып жатып алады. Сіздердің де балдарыңыз солай жасай ма? Комментарийға жазып қойыңыздар. Сосы түске дейінгі уақытым осылай өтті бүгінгі. Видеоның соңына дейін қарап, еңбегімді бағалап отырғандарыңызға көп рахмет. Тіркелуді ұмытпаңыздар.